Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бұл видеода сіздерге чесноктың көптеген пайдасы туралы айтатын боламын. Алдымен арнаға тіркеліп алыңыздар. Жалпы адамның қорғанышы оның иммундық жүйесі екені барлығымызға белгілі. Түрлі жұқпалы ауруға қарсы тұру қабілетіміз де сол иммундық жүйеміздің мықтылығына тікелей байланысты болмақ. Иммунитетті күшейтуде тамақ рационы да маңызды. Міне осындайда чеснок жеудің көптеген пайдасы бар екенін естіп жатамыз. Сонымен чесноктың қандай пайдасы бар, соған тоқталайық. Ең алдымен чесноктың бірінші пайдасы ол бактериямен күреседі. Яғни чеснокты шикідей жегенде аллицин заты бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды, сондай-ақ антисептикалық, яғни залалсыздандыру қабілетіне ие. Егер сарымсақты қыздырса немесе ыстық суға салса, онда аллицин бөлінбейді. Ас мәзіріне шикі сарымсақты қоссаңыз, ағзаңызды өкпе құрты, дизентерия, кандидоз бен герпес ауруларын тудыратын түрлі бактериялардан қорғайсыз. Екіншіден, сарымсақ қан тамырларының қызметін реттейді. Сарымсақтың құрамындағы аллицин жүрек қан тамырлары жүйесінің қызметін реттейді. Күніне сарымсақтың бір бөлігін жесе, қан тамырларын нығайтып, қан айналымын жақсартады. Залалды холестерин мөлшерін 10%-ға төмендетеді. Сәйкесінше қанның ұюын болдырмай, жүрек талмасының алдын алады. 12 апта бойына сарымсақты үзбей қолдану артериалды қан қысымын реттейді. Сонымен қатар сарымсақ қандағы қанттың мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен ауыратындар күнделікті сарымсақ жегені жөн. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін 25%-ға төмендетеді екен. Бауырдағы инсулиннің ыдырауын баяулатады. Сонымен қатар қан тамырлары және күре тамырларының жұмысын реттеп, қант диабетімен ауыратындардың жүрек қағысын жақсартады. Және де иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ вирусты ауруларды емдеуде және олардың профилактикасында таптырмас табиғи дәрілік құрал. Сарымсақты күнделікті пайдалану тұмау сырқауды 60%-ға дейін алдын алуға болатындығын дәлелдеген. Тұмаудың алдын алу немесе ауыра қалған жағдайда емдеу үшін күніне 2-3 рет мұрынға сарымсақтың суын тамызған жақсы. Сонымен қатар сарымсақтың тағы бір пайдасы ол қатерлі ісіктің алдын алады. Сарымсақтың құрамындағы күкірт, диаллил сульфиді және саллил цистеин мен селен ағзадағы шлакты сыртқа шығарып қана қоймайды, қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Зерттеулердің нәтижесінде сарымсақты күнделікті қолдану қатерлі ісіктің пайда болуын 20%-ға дейін төмендетеді екен. Соның нәтижесінде асқазан рагы, тоғышек ісігі, бауыр, сүт безі ісігінің қаупін азайтуға болады екен. Және де чеснок ол паразиттермен мықты күреседі. Яғни статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, аскаридозбен жер бетінде 1 миллиардқа жуық адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балаларда кездесетін ауру. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты. Ал сарымсақ ішек құрттарымен күресудің табиғи әрі тиімді жолы. Сарымсақты шикі жеген жөн. Чесноктың тағы бір пайдасы ас қорыту жүйесін ретке келтіреді. Сарымсақ ас ішек жолдарына өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазан сөлінің бөлінуін және темірдің дұрыс сіңуіне көмектеседі. Ас қорыту процесін жақсартады. Қарынның жұмысын реттеп, ішек жұмысын жақсартады. Сонымен қатар тәбетіңізді көтереді. Алайда асқазан ойық жарасы және басқа да аурулардың асқынуы кезінде сарымсақты қолданбаған дұрыс. Сонымен қатар сарымсақ буын ауруларына да пайдалы. Сарымсақтың аяқ-қол буындары үшін пайдасы зор. Тұз жиналуының алдын алуға болады. Зақымданған буынның тіндерін қалыпқа келтіреді. Сүйек майларының азаюын болдырмайды. Және де остеоартриттің алдын алады. Сондықтан да сарымсақты ас мәзіріне қосқаныңыз абзал.
және де теріні қалыпқа келтіруде де сарымсақтың пайдасын елемеуге болмайды. Сарымсақтың құрамындағы дәрумендер теріні серпінді етеді, безеудің пайда болуын азайтады, әжімнің, бет терісінің қартаюының алдын алады. Ол үшін сарымсақтан жасалған маска жасау міндетті емес. Күніне сарымсақтың 1-2 бөлігін жесеңіз, соның өзі жеткілікті. Сарымсақтың тағы бір пайдасы артық салмақпен күреске пайдалы. Яғни сарымсақ дұрыс тамақтану механизмінің тетігі. Сарымсақты жеу арқылы артық салмақтан арылып қана қоймай, сол қалыпты ұзаққа дейін сақтауға мүмкіндік бар. Сол үшін күніне 2-5 грамм аралығында сарымсақ жеген жөн. Сарымсақтың құрамы түрлі элементтерге бай десе де, оны шамадан тыс жеуге болмайды, әйтпесе уланып қаласыз. Күніне 8 тіс сарымсақты жесе қан кетеді. Сарымсақты аш қарынға жемеген жөн. Асқазаны ауыратындар ауруы асқынған не қозған кезде сарымсақты жеуге болмайды. Сарымсақты көп жесе, ішке газ көп жиналады, жүрек айнып, бас ауырады, дене температурасы да көтерілуі мүмкін. Сондықтан сарымсақты балғын күйінде жеген жөн. Сонда ғана оның құнары мен пайдасы бойға дариды. Егер ақпараттар пайдалы болған болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.